Әр халықтың бала тәрбиесіндегі өзіндік ерекшеліктер арқылы мәдени құндылықтары қалыптасады. Қазақ отбасының ерекшелігі жасы кішісінің үлкеніне сен деп сөйлемеуі, алдын кесіп өтпеуі, үлкен тұрып кішінің, әке тұрып ұлдың, шеше тұрып қыздың орынсыз сөйлемеуінде. Қазақ отбасындағы үлкенді құрметтеу қағидасы жауапкершілік, адамгершілік сезімдерін туғызады. Отбасындағы тәрбие әрбір мүшенің өзін-өзі сақтау, ұрпақты жалғастыру, өзін-өзі сыйлау қажеттігінен туындайды. Баланың дұрыс тәрбиеленуі отбасындағы кіршіксіз, таза, мөлдір көңіл күйі тікелей ықпал етеді. Ата өнерін ұрпағының қууы, оны мирас етуі қазақ отбасыларында жиі кездесетін дәстүр. Қазақта үстелдің төрінде әкенің тұрақты орны бар, оған басқа ешкім отырмайды. Балалары әкесі наннан ауыз тигеннен соң тамақтануға кіріседі. Содан соң әкелерінің ас қайыруынан соң ғана орындарынан тұрады. Әкенің мінез-құлқы, өзгелермен қарым-қатынасы ол баланың көз алдындағы үлгі өнеге алатын, соған қарап өсетін нысанасы. Қазақ халқының киім-кешегі ұлттық, тұрмыстық және рухани мәдениетінің бағалы ескерткіштерінің бірі. Одан қазақтардың ұлттық ерекшеліктері, мәдени дәстүрлері, эстетикалық талғамы анық байқалады. Қазақ халқының ұлттық киімдері үшке бөлінген. Олар бір киер киім, күнделікті киім, жұмыс киімдері. Бір киер киім деп жиындарға, той-думанға барғанда киетін сәнді киімді атаған. Бір киер киімге ашық түсті көйлек, қамзол, шапан, үкілі тақия, сәукеле, бөрік, тағы басқалары жатады. Қазақ әйелдерінің ұлттық киімі негізінен көйлек, кимешек, жаулық, сәукеле, желек, тақия, қамзол, қазекей, кебіс мәсі, көкірекшеден тұрады. Әшекей ажар жағынан 4 топқа арналып тігіледі. Олар қыз киімдері, келіншек киімдері, орта жастағы әйелдер мен бәйбішелер киімдері. Қыз киімдері кеуделері тар, қынамалы, жаға, жең, кеудесі, өңірі кестелі, әшекейлі келеді. Қазақтың музыкалық аспаптары ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа мирас болып келе жатқан мәдени мұра. Музыкалық аспаптардың өзіне тән үні, орындаушылық дәстүрі бар. Жаугершілік заманда, халыққа хабар бергенде, аң үркіткенде, әнші-күйшілер ән күй орындағанда, бақсылар сарнағанда пайдаланып отырған. Музыкалық аспаптардың үрмелі, ішекті, шалып ойнайтын, соқпалы деп бірнеше топқа бөлінген. Қазақта атадан тағылым алмаған ұл жаман, анадан өнеге көрмеген қыз жаман деген ұлағатты сөз бар. Сондықтан ұлттық тәрбиенің бұрынғы әдістерін бүгінгі күн талабы аясында жаңаша қарастырып, ата-бабамыздан келе жатқан тәрбие, салт дәстүр, ұлттық құндылықтарды өсіп келе жатқан өскелең ұрпағымыздың бойына сіңіру сіз бен біздің қолымызда. Неше заман өтсе де ұмытылмайтын музыкалық аспаптарды қастерлеп, жайсаң қазақтың жүрегінің үніндей болған қара домбырамыз төрімізден түспесін, құрметті оқырмандар.